Мен осы Іле ауданының ювеналды полиция тобының инспекторы. Аты жөнім Ахметов Бауыржанов болды. Осы бойынша, яғни әр мектептің әр кәмелет жасқа толмағандар бойынша балалардың құқықтарымен сол себептен сіздерге мен сұрақ қоймаймын, өздеріңіз сұрақтарыңыз болса, қандай тақырып сіздерге қызықты, қандай сұрақтарыңыз бар болса қоя беріңіздер. Қандай мәселе осы мектептің ішіндегі немесе сырттағы отбасы мәселесіндегі шаруалар, шешімдегі шаруалар болса, сұрақтарын қоя беріңіздер. Кәмелетке толмаған жасөспірім қанша жастан бастап жауапкершілікке тартылады және қандай жауапкершілікке тартылуы мүмкін, егер ол ауыр қылмыс жасаса? Кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдер ол Қазақстан Республикасының кодексінің 15-ші бабының, қылмыстық кодексінің 15-ші бабына сәйкес 14 жастан бастап қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Не себептен? Себебі 14 жастан бастап сол жерде жасөспірім психологиялық тұрғыда жасы келгеніне байланысты жауапқа тартылады. Бірақ бұл жерде мәселе ол көп баптарда бәрінде 14 жасқа тартылмайды. Тек қана ауыр қылмыстар бойынша 14 жаста жауапқа тартылады. Және де осы жасөспірімдер арасында прокуратура деген қандай қызмет, ол қандай орган екенін білмеген адамдар бар, соны қандай қызмет атқарады? Прокуратура қызметі, прокуратураның ең басты қызметі ол қадағалау. Яғни әр мемлекеттік осы органдардың дұрыс қызметін қадағалау болып табылады. Яғни оны біздің функционалды обязанностьіміз бойынша, міндеттеріміз бойынша біздің жұмысымызды заңды түрде қадағалау болып табылады. Яғни біздің үстімізден олар қарайды. Әр істі бойынша, қылмыстық іс болсын, әкімшілік іс болсын, олар оның заңдылығын және адамның кінәсін, кінәлі еместігін, немесе оның үстінен қозғалған әкімшілік немесе қылмыстық істің дұрыс жүргізілуін қадағалайды.